Сабира Бекзат кызы. Өтүнүш бере туруңуш. Катты кажет болуп тур. 10 күннүн ичинде үстүндөгү пайыз менен косуп кайтарып берем. Сабира Бекзат кызы. Сенин ишин маган. Сизди уятка калтырмайм. Мади. Биринчиден бул жерде уят тууралуу әңгіме козгоодун кажети жок. Экинчиден, берилген уәде убактында орундалмаса, жагдайың кыйын болатынын эскертем. Түшүндүң ба? Я, арине. Сабира Бекзат кызы. Уәде берем. Оны убактында көрөбүз. Рахмет сизге, Сабира Бекзат кызы. Рахметиң өзүңө. Кечиктирме. Кайда жүрсүң, Мади? Шаруалармен. Кандай шаруа болуп жарымына дейин билбейт. Айдана. Мен кай убакытта келип, кай убакытта кететинимди өзүм билем. Араласпай, чайыңда жүр. Тагы да карта ойнап келдиң ғой. Мени билмейдиңби дейсиң ба? Тагы кимден канча алып, канчага асырып келдиң? Айналамыздын баарына карыз болуп, кара бет болуп кеттик кой. Асыкпа. Утулган акчанын баарын кайтарам. Көрөсүң сол кезде. Көш, Мади. Осы сөз айтып келе жатканына канча жыл болду? Жетер энди. Тасташ осы адетиңди, токтотчу, болду. Токтото албайм мен. Не үчүн? Мен карызым, сен кайтарасың ба? Менин де бир күнү колум жүрөт. Көтөрөм мен де сол кезде уус акча. Көрөсүң сол кезде. Я досым, жайшылық па? Неге тұрсың? Жайшылық болмай тургусуң. Не болды, тыныштық па? Айдана науқастан ауруханага түсүп калды. Сого шұғыл түрдө акча керек болуп тур. Бар болсо көмөктешип берсиңерчи. Әрине, қанша керек оған? 100 мыңдай керек болуп тур. Менде бір 50-60 мыңдай бар еді. Сенде ше? Қазір қалтамда жоқ. Банкоматтан шешіп берейін. 100 мың теңге жете ме өзі? Жетип калат жектер. Көмөктешип берсиңерчи. Кайтарам ғой. Yok, ол жағын қоя берші. Жүріңдер онда, банкоматқа барайық.
Булуттоо төленбегенне. Өшүрүп кетпесин десең төлөй бар. Акча жок менде. Ол сенин проблемаң. Карта ойнауга табасың ғой, тапта төлөй. Мәди, саған ризамын. Еш қайтпайтын жігіт екенсің. Адам біткеннің бәріне қарыз болып біттің ау дейме. Қатынның алтындарын ашабайын депсің. Байқа, екі аяғын бір етікке тығылып, сорлап қалып жүрме. Кенгуру ұқсап. Мәке, ол менің проблемам ғой. Сорлайым ба, сорламайым ба? Әрине, әңгіме жоқ сенің проблемаң. Келіп тұр, осындамыз ғой. Келеш жол. Қатының дертке ме тағы? Қалайсың Дана? Сендерсіңдер ма? Қалайсыңдар, келіңдер. Жақсы, өзің қалай? Жақсы, жаман емес. Денсаулығың қалай Дана? Жақсы, рахмет. Жігітің қайда? Білмеймін, жүрген шығар. Қалай емделіп шықтың? Түсінбедім. Емделгеніңіз? Сені ауруханаға түсіп қалып деген сияқты еді. Мен ауруханаға да түсіріп үлгерген екен ғой. Қанша ақша алды сендерден? Ой, ешқандай ақша алған жоқ. Жай ауырып қалып деген соң сұрап жатқаным ғой. Өтірік айтып қорғаштамай қойыңдаршы достарымды. Білем ғой мен. Иттен сүйек қарыз болып бітті қой қазір. Айнала жұрттың бәрі ағайын туыстың барлығына қарыз. Құмар ойын ойнап, қораға кіріп жүрген білесіңдер ме достарымды? Жоқ. Білмесеңдер біліп алыңдар. Мәди жұрттың барлығынан қарызға ақша алып картаға тігеді. Үйдегі заттың барлығын сатып бітті. Бұлай жалғаса берсе, үйімізден де, барымыздан да айырыламыз. Айта-айта шаршадым. Айтсам сөзіме құлақ таспайды. Жаныма тиіп кетті бар ғой, түсінесіңдер ма? Сендер айтыңдаршы, мүмкін сендер тыңдайтын шығар. Мәссаған, сондайды. Звондап көрші. Телефоны жоқ оның өшіріп тастаған. Бәсе, қайта-қайта звондайым, сөндіріліп отыр. Қалайсыңдар, Жиги! Нәмішіңдер, Жүрген сол бауырым, қонаққа келдік саған. Қонаққа
қалмаса қонаққа? Қазір 100 грамм жейміз жігіттер. Ой, 100 граммыңды қой, шай ішейік онда. Оттамай, жаман үйдің қонағы билейді деген мен не айттым? Соны ішесіңдер. Түсіндіңдер ма? Не болсын? Көрмей түсінбей үйге қонақ кеп қалған. Артырда арақ әппел бар. Соны да білмейсің ба, мақау? Әне бауырым, қоя берші. Отыршы, сенімен бір әңгімелесейік. Жабы өзіңде. Мен саған айттым міне. Артырда арақ әппел. Алтындар қайда? Қандай алтын? Біліп тұрсың ғой өзің қандай алтын екенін. Марқұм анамның сыйлаған бұйымдарына да қол салдың ба? Уайымдама. Әперем мен саған алтын. Бар. Тұрдар арақ әппел бар. Ятсыз. Не? Ештеңе. Не дедің демей саған? Сүмелек. Жібер. Отыр. Не дедің демей саған? Сүмелек. Не естісең сол? Ишак. Айдына. Айдына. Жетер, сендер білсіңдер? Ақша қайда? Қандай ақша? Сабира Бекзат қызынан ақша алдың ба? Алдым. Кеше қайтаратын күні еді, бір күн өтіп кетті. Лақтырамын деп жүрсің ба не? Жетер, бір проблема болып қалды. Алған кезде не деп уәде беріп алдың, а? Жетер, 3 күн уақыт беріңдерші. Бір жерден алатын ақшам бар. 3 күнде жеткіземін, жігіттер, уәде берем. 3 күн өтеді. Қайтара алмасаңшы? Қайтарам, жігіттер. Қашып кетемін деп әуре болмай-ақ қой. Жердің түбіне кіріп кетсең де тауып аламыз. Счетчиктің айналып жатқанын ұмытпа. Түсіндің бе? Түсіндің ба деймін саған? Түсіндім, жігіттер. Давай 3 күннен кейін келеміз. Қызым, сабырға кел шағым. Өмірде қадамың жаныс басып, теріс жолға түскенін байқамай қалатын пенделер көп. Қате басқан қадамына өкініп, ойланып, иманға келетін жандар да бар. Мәди де солай абайсызда жаңылысқан шығар. Уақыт өте келе ісінің дұрыс емес, бұрыс екенін түсініп жөнге келер. Мейлі, өзі кінәлі, өзге кінәлі болсын, бірақ басына қара бұлт үйіріліп, қысылтаяң кезеңде тап болған шағында жалғыздан жалғыз тастап кеткен болмас қызым. Сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ болмайды дейді. Оның соны танымай жатып, ата-анасынан ерте айырылған соңда, мына өмірдің қараңғы жарық тұстарынан аңғара алмай қалған шығар. Оны тастап, үйге қайтып келгенде, не өзгеріп, не жөнделді дейсің шырағым. Бір-біріңді таңдап, Құдай екеуіңді қосқаннан кейін, өмірдің ащысына да, тұщысына да қарап, көнгендерің абзал. Кім біледі, бұл да бір Алланың Мәди арқылы саған жіберіп жатқан сынағы шығар. Көне біл қызым. Ақылды, сабырлы бола біл.
адасқан жарыңның тура жолға түсіп, ақылды, жақсы азаматтардың қатарына қосылуына бар күш жігеріңді сал, қарағым. Бұл жалғанда еш нәрсе Алланың назарынан тыс қалмайды. Жаратушы ем жары болып, жарының жамандығын жоғалтып, жақсылығының артуына ауыр болса да аямай ықпал етсең, Алланың саған берер берекеті шексіз болады. Күйеуің тентек болса, Тәңірім өз тобасына келтірер. Әр нәрсенің өзінің шегі болады. Ал сен, қызым, оның ақымақтығын ақылмен, тентектігін тәуешілдігімен, сөкеттігін сабырымен жеңе біл. Бастарына қиындық түскен сайын қашып келіп, төркінге тығыла берсең, тірлігінің тірегін тот басады. Сондықтан үйіңе, шаңырағыңа қайт, шырағым. Ертең өзім жетіп саламын. Күйеу балаға мен де ақылымды айтып, қолымнан келгенше жақсылыққа жол сілтейін. Жүр қызым, уайымдама, бәрі жақсы болады. Тамақ ішіп алайық. Сіздер кімсіздер? Мұнда не істеп жүрсіздер? Қарындас, мен өз үйімде тұрмын. Сендер не істеп жүрсіңдер? Не? Қалай сонда өз үйім? Солай? Мади қайда? Мади деген кім ол? Тұратын жер іздеп жүрген шығар. Бұл үйді мен ұтып алғанмын. Енді бұл үйде сендердің ешқандай ақыларың жоқ. Жігіттер, түсіндіріп айтсаңдаршы, ұтып алған несі? Саған қалай түсіндіріп айту керек? Ұтып алғанмын деп қазақшалап айтып тұрмын ғой. Оның мұрнынан ешкім тартып алып келген жоқ, үйін тіктеп. Өзі тікті, өзі ұтылды. Бұл жерде бәрі еркекше. Бауырым, ақшасын мен төлейін. Үйді қайтарып беріңдер. Сен одан да мыналарға сол ақшаға үй әпересіз ай. Мен миымды ашпаңдаршы. Мен тірліктерім көп. Давай. Жылама қызым, уайымдама, бәрі де жақсы болады. Бастарыңа баспана да бітер, қарап отырмаспын. Бастысы Мәди аман есен оралса болды. Тағдырдың осыншалық тәлкегіне түскен екен, өзі де тәубесіне келер. Солай қарағым.
Мади, Мади, Мади бауырым. Мади, Мади бауырым, не болған саған? аман ба өзі? Мади, Мади тұршы бауырым. Мади. Ақ жол тірі екен. Тез арада ауруханаға жеткізейік.